Сәлем достар, бүгін сіздермен теріні нәрлендіріп, жарқыратып, тегіс ететін өте тиімді табиғи бет маскасының рецептісін бөлісемін. Масканы дайындау үшін бізге бір ас қасық зығыр дәндері керек. Ыдысқа бір ас қасық зығыр дәндерін салып, үстіне 150 мг су құйып араластырамыз. Зығыр дәндерін баяу отқа қойып, 7-8 минут қайнатамыз. Зығыр тұқымындағы омега-3 майқышқылдары мен антиоксиданттар теріні қатайтып, серпімдетеді, ұсақ әжімдердің алдын алады. Қайнатылған зығырды бөлме температурасында суытып, дәке арқылы сүзіп аламыз. Зығыр гелі арзан, табиғи, қауіпсіз, кез келген теріге жарамды, әсіресе құрғақ, сезімтал және әжімге бейім теріге өте пайдалы. Видео рецепті жаңадан көріп отырсаңыз, каналға жазылыңыз. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған гельді қоя тұрамыз. Келесі бізге кофе керек. 2 шай қасық кофені ыдысқа салып, үстіне 150 мг сүт қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Кофе құрамындағы кофеин терідегі қан айналымын жылдамдатады. Бұл бетке тез сергектік беріп, табиғи жарқыратып, әжімдерді азайтуға көмектеседі. Масканың әсерін күшейту үшін келесі бізге жүгері крахмалы керек. Бір ас қасық жүгері крахмалын салып, тегіс болғанша жақсылап араластырамыз. Крахмал теріге жақсы жабысып, тиімді жұмыс істеуіне жақсы көмектеседі. Қоспаны баяу отқа қоямыз. Үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін оттан алып, бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Жүгері крахмалы терідегі қары дақтарды азайтып, бет түсін ағартады. Артық майды өзіне сіңіріп алады. Және де артық майды кірді тартып шығарып, теріні тазартып, әжімдерді азайтуға көмектеседі. Дайын болған маска негізіне зығыр гелін қосып, жақсылап бір тегіс болғанша араластырамыз. Достар, егер видео рецепт ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір жазыңыздар. Және достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Келесі жарты шай қасық бадам майын қосып, бір тегіс болғанша барлық ингредиенттерді араластырамыз. Бадам майы жеңіл тез сіңеді және терінің терең қабатына еніп, ұзақ уақыт ылғалдандырады. Құрғақ қабыршақтанған теріге керемет әсер етеді. Дайын болған маска кремді тазартылған теріге аптасына 2-3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20-30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Кез келген масканы қолданар алдында білегіңізге жағып 20 минутқа сынап көріңіз. Қалған масканы шыны ыдысқа құйып тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Бұл масканың қолдану ережесі 1 ай қолданып, 1 ай үзіліс жасап отырасыз. Видео рецепті көргеніңізге рахмет.
Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.